Сәлем достар, бүгінгі күні барлығын алаңдатып отырған мәселе ол товарлар неге кешігіп жатыр. Жаңа пост Пиндодан неге жоғалып кетті? Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Видеоны толық қараңыздар. Міне бірнеше күн болды. Жаңа пост қосымшасында товарлардың статусы өзгеріссіз тұр. Менде 26 товар жолда, бір товар складта тұр. Алғашқылары 6 декабрь күні берілген. Әлі статусы өзгерген жоқ. Алғашында бұған себеп ауа райының қолайсыздығы болған болатын. Мұны жаңа пост компаниясы өздерінің Telegram және Instagram парақшаларында түсіндірген болатын. Алайда қазіргі таңда басты себеп ол Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің тауарларды бері қарай өткізуге рұқсат бермеуінен болып отыр. Соған сәйкес 11 күннен асты қазақстандық жүк көліктері Нұржолы бақылау постында тұрып қалған. Кейбір жүк көліктері екі қайтара тексеруден өткізілсе де, тексеру актілері берілмеген, әлі күтуде. Осыған сәйкес Атамекен кәсіпкерлер палатасы Мемлекеттік кірістер комитетіне хат жолдаған болатын. Бұл хатта тұтынушылар сондай-ақ тасымалдаушыларда көптеген шығынға, мысалы жаңа пост компаниясы күніне 25 миллион шығынға ұшырап отырғанын көрсеткен болатын. Сондай-ақ бәрімізде осы жаңа жылдық мерекеге сәйкес көп заказдар берген болатынбыз. Кейбіреуі доставкаға да төлеп жасап қойған. Менде доставканың барлық төлемін жасадым, алайда әлі товар жолға шыққан жоқ. Мұндай жағдай былтырда орын алған болатын. Былтыр қараша айында берген заказдарымды қаңтар айының соңында алған болатынмын. Енді сіздерге осы жерде әлі де көрмеген болсаңыздар, жаңа пост компаниясы негізін қалаушы Сержан Тоқайдың мемлекет басшысына жасаған жолдауын, үндеуін қалдырып кететін боламын. Ассалаумағалейкум, құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Менің есімім Сержан Тоқайұлы, жаңа пост компаниясының негізін қалаушымын. 2023 жылы 13 желтоқсаннан бастап жаңа пост компаниясының 380 мыңнан астам клиентінің 800 мыңнан астам тауары кедендік бақылауда өтпей тұр. Бұлай болудың себептері кедендік бақылау қызметінің өте ақырын, баяу жұмыс жасау нәтижесінен келіп шықты. Осы мәселені тездетіп шешуге тапсырма беруіңізді сұраймыз. Біздің жаңа пост компаниясы халықаралық Пиндодо платформасымен серіктестік орнатқан алғаш қазақстандық жеке компания болып саналады. Дәл қазіргі кедендік қызметтің өте баяу жұмыс жасауы Қазақстан және Қытай арасындағы экономикалық ауыс-түйіс байланысқа өте зор ықпалын тигізуде. Дәл қазіргі кезде Қытай және Қазақстан арасында жаңа пост компаниясының 40-тан астам жүк көлігі шекаралық тексеруді күтуде. Бұл біздің 300 мыңнан астам клиентіміздің тауары. Әрбір кешіктірілген күн Қазақстан азаматтарының уақытында тауар ала алмауына және біздің компаниямызға үлкен шығын келтіріп отыр. Дәл осы мәселені тезірек шешуге тапсырма беруіңізді сұраймыз. Қазір барлығымыз үшін товарымызды қолға алу өте маңызды. Сол себепті осы видео үндеудің соңында мемлекет басшысын белгілеп кетсеңіздер болады. Сонымен қатар жаңа пост компаниясы қолданушыларға арналған WhatsApp канал ашқан болатын. Сол каналға тіркеліп жаңалықтарды уақытылы біліп отырсаңыздар болады. Бұл жаңа айтқандай нақты себебі түсіндірілмейді, мүмкін мүдделер қақтығысы болар. Себебі Атамекен кәсіпкерлер қауымдастығы өзінің жолдаған хатында да ескертіп өткен болатын. Мұндай жағдай жыл сайын қайталанады. Себебі жаңа жыл қарсаңында тауар айналымы көбейеді. Осыған сәйкес бәлкім қолдан жасалып отырма. Біз нақты себебін білмейміз. Тек қана қазіргі біздің мақсатымыз тауарды уақытылы қолымызға алу. Және де екінші мәселе ол Пиндодо платформасынан жаңа пост жоғалып кетті. Оплатаға қарай өтетін болсақ, адрес таңдайтын жерде жаңа пост жоқ. Міндетті түрде қарап алыңыздар, заказ берерде тексеріп. Менде 139 ғана шығып тұр, ал кейбір қолданушыларда 139 және 786 пайда болған екен. Жаңа постты алып тастаған. Компания директоры Сержан Тоқай бұны кедендік рәсімдеудің ұзақ болуымен байланыстырып отыр. Операторлармен сөйлесіп жатыр, мәселе шешілуде деп жауап берді. Жауабында осы жерге қалдырып кетемін. Және де
жаңағыдай нақты себебі әлде түсіндірілмейді. Сондықтан міндетті түрде тексеріп алыңыз. Жаңа пост шыққан кезде ғана заказ беріңіздер. Немесе басқа каргоға ауысамын десеңіздер, мына профилдің астында өздеріңіздің фотосуреттеріңіз телефон тұрған жерде осылай геолокация белгісі бар. Осыны басып, басқа каргоны таңдай аласыздар. Алайда тауарлардың кешігуі көптеген карголарда да орын алып жатыр. Сондықтан негізінен әзірге заказ беруді тоқтата тұрған дұрыс. Егер видео пайдалы болса, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Осында барлық сұрақтарға жауап беріп өтейін. Көптеген келіп жатқан сұрақтар бойынша. Мысалы, таможняның ақырын жұмыс жасауы және біздегі болып жатқан мәселелерге өте серьезне қарамауын енді білдіреді. Соның себебінен жалпы тауарлар кешігуде бір. Екінші, біз сол тауарларды шекарада ұстау арқылы әр тәулігіне неше миллиондап ақша жоғалтып жатырмыз. Үшіншіден, жалпы осы бизнес бойынша біз Pindodo'nun ең алғашқы официальный партнер болған едік. Дәл шекараның ақырын жұмыс жасау себебінен кеденде официальный таза тауарларды өте ақырын жұмыс жасауына байланысты Pindodo'да бізді неден өшіріп қойды. Яғни Pindodo'ның ішінде жаңа пост деген қазір жоқ.